Сәлем достар. Аспирин қатерлі ісікті емдей ала ма? Аспирин жайлы сіз не білесіз? Мені жоғалту алмас үшін лайк басып, каналыма тіркеліп, жаңа видеоларымды көру үшін қоңырау белгісін басып қойыңыз. Алдағы уақытта денсаулыққа пайдалы кеңестермен көбірек бөлісетін боламын. Ацетилсалицил қышқылын немесе ауызекі тілде айтқанда аспиринді екінің бірі ішеді. Ол кез келген үйден дәрі салғыш қорамынан табылады. Көбіне біз оны жеңіл-желпі ауруды басу үшін, жаурағанда суық тиіп аурудың алдын алу үшін қолданамыз. Дегенмен бұл препараттың басқа да қасиеттер туралы білген жөн. Өйткені оның көп пайдасымен қатар зиянды жақтары да бар. Тарихы. Аспириннің тарихы сонау әріден басталады. Ежелгі римдіктер жаралы мен науқасты талдың қабығымен емдеген екен. Мәліметтерге қарағанда, заманымыздың 1 ғасырында Диоскур есімді дәрігер де ақ талдың қабығын қайнатып, оны тұз байлану мен сарп ауруларын емдеу үшін пайдаланыпты. Ежелгі грек дәрігер Гиппократ та осы әдісті ауруды басу үшін және дене қызуын түсіретін дәрілер дайындауға пайдаланыпты. 19 ғасырдың соңына таман Байер компаниясының фармацевті Феликс Хоффман сарп ауруымен ауыратын әкесінің дертін жеңілдету үшін дәрі жасауға кіріседі. Араға жылдар салып дайындап шыққан ацетилсалицил мен сірке қышқылының қоспасы аса үлкен жаңалықтың басы болады. 1988 жылы Берлиндегі императорлық патенттік ведомство тіркегеннен кейін бұл дәрі аспирин деген атаумен сатылымға шықты. Көне замандардан бері дамудың талай сатысынан өтіп келіп, қазір дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымында адамның өмірі үшін аса қажетті дәрілер қатарынан орын алып отыр. Пайдасы: адам ағзасындағы ауырып тұрған қандағы тромбоциттердің бірігуіне жол ашып, науқастың дене қызуын көтеретін топ түзілуіне қарсы тұрады, әрі аурудың бетін қайтарып, дене қызуын басады. Жүрек ауруының көптеген түрінде қан қоюланып, құрамда тромбоцит түйірлері пайда болады. Ал аспириннің қанды сұйылтатын қасиеті тромбоциттердің тығындалып қалуын алдын алады. Темекі шегетін, холестерині көп, қан қысымы жоғары, салмағы шамадан артық адамдардың қан құрамда өзгерістер жиі болғандықтан аурудың осы түріне бейім келеді. Жүрек қан тамырларын емдеу кезінде науқастарға күніне 75-тен 325 мг дейін мөлшерінде беріледі. Ал көптеген адамдар аталған қиындықтарға тап болмас үшін аурудың алдын алу мақсатымен де ішеді. Алайда оны әр 6 сағат сайын қабылдау мөлшерден артық қолдану болып есептелетін қаперде ұстаған жөн. Жиілеп кеткен жағдайда кері әсер беруі мүмкін. Аспиринмен ісік ауруын емдеуге бола ма? Адам аспиринді тұрақты түрде ішіп тұрса, асқазанның қатерлі ісігіне шалдығу қаупі 48%-ға азаяды екен. Бұл зерттеу жұмыстары Америкадағы ауруханалардың бірінде жүргізілген. Оксфорд университеттерінің бір топ ғалымдары бұл дәріні 3-5 жыл көлемінде күнделікті үзбей қабылдап тұрса, ракқа шалдығу көрсеткіші 30%-ға төмендейтінін анықтаған. Соңғы зерттеулер нәтижесі аспириннің сүт безі, тері, ішек ісіктері ауруларын ауыратын науқастардың иммунды жүйесінің белсенділігін арттыратынын көрсеткен. Жарақат алған адамның денесінде тромбоциттер жиналып қалып, қанның тоқтауына келеді. Ол сондай-ақ ісік жасушаларының төңірегінде де тұрақтап, ісіктің жасырынып қалуына апарады. Аспириннің бұл кездегі пайдасы өте зор. Қанды сұйылтып, ағзаның қорғаныс жүйелеріне ісікті анық көрсетіп береді. Яғни, қауіпті аурудың денеге тарап кетуін және де метастаз беруден, яғни өзге ағзаға өтіп кетуден сақтап, өсуінде тоқтатады. Алайда мамандар әзірге аспирин ісік ауруларын толықтай айығуға септігін тигізеді деп кепілдік бере алмай отыр. Зияны да бар. Аспириннің пайдасын білген соң, оны күнделікті пайдаланып тұру керек екен деген ойы келуі мүмкін. Алайда құрамында бір емес, бірнеше химиялық қоспалар болғандықтан, науқастың ауруына шипасын тигізгенмен сау жеріне кері әсерін тигізуі де әбден ықтимал. Медицина саласы мамандарының айтуынша, ішке қан кету ауруына бейім жандар, гастрит, асқазан жарасы, астма, аллергия, ішкі ағзалардың созылмалы аурулары, жоғары қан қысымы бар адамдар бұл дәріні қолданудан мүлдем бас тартуы қажет. Немесе дәрігерлердің рұқсатымен ғана белгілі бір мөлшерде пайдаланғаны дұрыс. Тұмау, шешек ауру кезінде де ішуге болмайды. Себебі ол Рее синдромына, яғни бауыр энцефалопатиясына, тіпті адамның қайтыс болуына әкелуі ықтимал. Зерттеу жұмыстары аспиринді 15 жасқа дейінгі балалардың ішуіне болмайтынын анықтаған. Ұзақ жылдар бойы беделді медициналық басылымдар аспиринді күнделікті аздаған мөлшерде пайдаланса, қауіпті аурулардың алдын алуға септігін тигізгені жайлы жазып келген еді. Алайда соңғы жылдар жүргізілген тәжірибе жұмыстары кезінде дұрыс пайдаланбағанның салдарынан ішке қан кетудің айтарлықтай жоғарылайтыны анықталды.
Бүгінде әлемнің көптеген дәрігерлері ацетилсалицил қышқылын емге тек жүрек ауруына шалдыққанда анықталған жағдайда ғана қолдану керектігін, ал түрлі дерттің алдын алу үшін аспириннің ең жақсы препарат бола алмайтынын ескертеді. Адам бойына аспирин сіңгеннен кейін ағзада салицилді қышқыл қалыптасып, ұзақ уақыт бойы қан құрамына сіңіп, соңы улануға жалғасады екен. Бір түйірінің кішкене ғана бөлігі бас ауруына, ұйқышылдыққа, құлақ шыңылына себепші болады. Ал тым көп қолданған жағдайда ішкі ағзалардың негізінен бауырдың жұмысына кері әсерін тигізіп, адамның өміріне қауіп төндіруі мүмкін. Аспириннің көзге айтарлықтай зияны бар. Бірнеше жыл бұрын австриялық ғалымдар аспирин дәрісі адамның көру мүшесіне де кері әсер тигізетін, тіпті соқырлыққа дейін жеткізетін туралы айтқан болатын. Еріктілердің қатысуымен 15 жыл бойы жүргізілген тәжірибе жұмыстары кезінде қатысушылардың 9,3%-ына макула дистрофия, яғни көздің ішкі тор қабығының және орталықтандырылған көру жүйесінің зақымдануы деген диагноз қойылыпты. Қалай қолданған жөн? Ғалымдардың зерттеуі бойынша бұл дәрі халі мүшкіл жандарға ғана шипа, ал дені сау адамға қауіпті болуы мүмкін. Аспирин құрамы қышқылдан тұратын себепті ас қорыту мүшелерінің шырышты қабығына зиянын тигізіп, гастритке, эрозияға ұшыратуы мүмкін. Жара түсіру қаупі де жоқ емес. Сол себепті мамандар оны астан кейін қабылдауды, оның өзінде бір түйір үшін кем дегенде 300 мл су ішуді кеңес етеді.